Ауыл шаруашылығы Қазақстан экономикасында маңызды рөл атқарады. Негізгі бағыттары егіншілік және мал шаруашылығы болып табылады. Жыл сайынғы дәстүрге сай, биыл да ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің төл мерекесі аталып өтілді. Ауыл еңбеккерлерін атаулы мерекемен қала әкімі Аян Бейсекин құттықтап, Павлодар облысы әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаттарын салтанатты түрде табыстады. Павлодар облысы әкімінің құрмет грамотасымен марапатталады. Ысқақов Қайыржан Сағитұлы, Темір жол ауылдық округі Заман шаруа қожалығының басшысы. Салтанатты шарада ауыл шаруашылығы саласын дамытудағы үлестері үшін Достық шаруа қожалығының жетекшісі Алексей Китцул мен ветеринарлық бақылау және қадағалау инспекциясының басшысы Төлебек Жакеновке Екібастұз қаласының алдында сіңірген еңбегі үшін төс белгісі қадалды. Бүгін біздің шаруашылықтарымыз осы 2022 жылды өте жақсы өткізді, табысты өткізді. Енді мен ойлайым, мына келіп атқан кірістер, өнімдер, ауылдағы істеп атқан біздің мамандарымыз жақсы жұмыс істеп, ендігі жылы үлкен табыстарға жетсін деймін. Барша ауылдық тұрғындарды құттықтаймын, еңбексіздердікі. Ауылды қазір мемлекет көтеріп жатыр, марапаттап жатыр, өркендетіп өсіріп жатыр. Құтты болсын мына мерекелеріміз. Жиын барысында ауыл шаруашылығы саласының дамуына ерекше үлес қосып жүрген азаматтар қала әкімінің және маслихаттың арнайы құрмет грамотасы мен алғыс хаттарымен марапатталып, бір қатарына Екібастұз қаласына 65 жыл мерейтойлық медальдері тағылды. Күндермен осы Екібастұз қаласының ауыл шаруашылық қызметкерін құттықтаймын. Мына әкімшілікке, әкімге, қаланы көп рахмет, осы менің еңбегімді осылай мені бағалау жағына. Өзім мен көп жыл осында Екібастұз өнеріне жұмыс істедім. Екібастұз угольда главврач болдым. Осында пособный хозяйство ашып, сонда жұмыс істедік. Главный государственный инспектор города Екібастұза болдым, руководитель акимата, соң кейін қазір ТО ветекста істеймін. Біз қазір ауыл шаруашылығын ауылдан келген өнімдерді дұрыстап тексеріп, кісілердің ауыл дастарханына жақсы тағамдар тексерілген тамақтарға соны қадағалаймыз. Барлық ауыл шаруашылықтарында еңбек сіңіріп жүрген барлық еліміздің азаматтарының құттықтаймын. Енді бүгін міне өзім еңбегім бағаланып, міне қала әкімшілігінен алғыс хатын алып отырмын. Рахмет. Шара соңы қарағандылық опера әншісі мен сонымен қатар жергілікті өнерпаздардың ұйымдастырылған концерттік шарасымен аяқталды.